Балалар, қараңдаршы, мына қойлар кімнің қойлары екен? Бұл қойлар қайдан жүр екен? Қанеке қойларды барлығымыз айдайықшы. Чу, айдайық қойларды. Вау, балалар, қараңдаршы, қандай әдемі жерге келіп қалдық. Сәлеметсіз бе, сұлу бикеш? Біз мына жерде қойларды айдап жүріп, қайда келгенімізді білмей тұрмыз. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сендерді көргеніме қуаныштымын. Ауылға қош келдіңдер. Ой, балалар, бұл ауыл екен ғой. Біз ауылға келіп қалыппыз. Ал сіз кім болдыңыз? Мен осы ауылдың тұрғыны боламын. Және де сендерді көргеніме қуаныштымын. Сендерге көптеген тапсырмалар дайындап қойдым. Сендер орындауға дайынсыңдар ма? Балалар, қараңдаршы, сұлу бикешімізді сиқырлы белдемшесі бар екен. Онда көптеген тапсырмалар жасырылған екен. Сол тапсырмаларды біздер орындауымыз керек. Ал сендер орындауға дайынсыңдар ма? Ендеше сұлу бикештің алғашқы тапсырмасын білу үшін жанына жақындаймыз. Сұлу бикештің сиқырлы белдемшесінің бірінші тапсырмасы, балалар, ұлдар қой қырқу керек, қыздар жүн түту керек дейді. Қайнеке, ендеше екіге бөлінеміз. Ұлдар ар жаққа барамыз, қыздар бергі жаққа келеміз. Бізге берілген, ұлдарға берілген тапсырма қой қырқу екен. Қайнеке, ендеше ұлдарымыз қойды қырықса. Бұл қойдың жүні өте сапалы әрі жіңішке болса, бұл биязы жүнді қойлар. Олар жылына бір рет көктемде қырқылады. Ал қылшық жүнді қойлар 2 рет көктемде және күзде қырқылады. Қойды қырқар алдында бірнеше сағат бойы тамақ бермейді екен. Жалпы шыбын шіркей шықпай тұрып, малдарды қырқып бастайды екен. Қойдың жүнін қырқып алған соң, оны жақсылап жуып, тазартып, оны күнге кептіреді. Содан кейін одан жүн түтуге болады. Қанеке, енді ұлдарымыз қырқа берсе, ал қыздарымыз мінекей. Енді қыздарымыз не істейді? Жүнді әдемі етіп түтеді. Ал қанеке қыздар, мінекей қыздар, қараңдаршы, бұл ұлдардың әдемі етіп жуып тазалап берген жүндері. Одан әр түрлі жүндер жасауға болады. Көрдіңдер ме? Түрлі түсті жүндер жасауға болады. Бұл жүндерден киіз басуға болады, әр түрлі жіптер жасауға болады екен. Ал енді біз сиқырлы белдемшенің екінші тапсырмасын білгілерің келе ме? Ендеше қайтадан сұлу бикештің жанына жақындаймыз. Сиқырлы белдемшенің балалар екінші тапсырмасы өнерлі бала сүйкімді деп аталады. Бұл жерде 2 топқа бөлінеміз. Ұлдар мына жаққа, қыздар ана жаққа қайнеке бөлінеміз. Қазір мен тапсырмалармен түсіндіретін боламын. Мінекей, ұлдарға берілген тапсырма. Балалар, мынау не? Қой. Бұл қой. Осы қойды әсемдеп, әдемілеп, түрлі түсті бояулармен бояймыз. Ал қыздарға берілген тапсырма бұл қошқар мүйіз оюы. Осы оюды алдымыздағы жүннің көмегімен және желімнің көмегімен әсемдейміз. Қайнеке, ендеше жұмысымызды бастаймыз.
қыздарымыз да қошқар мүйіз ойын сәндеп болды. Енді ұлдарымыздың тапсырмасын көрейік. Ал балалар, бұл біздің бояған қойларымыз жай қой емес, ол сиқырлы қой. Оның сиқырының неде екенін айтайын ба? Қазір мен мына сендердің бояған қойларыңды жандандырып билетіп беремін. Мінекей қараңдаршы балалар, сендердің қойларың не істеп жүр? Не істеп жүр қойларың? Не істеп жүр? Иә, жүгіріп, билеп, ойнап жүр, көрдіңдер ма? Енді қанекей заңғардың қойын көреміз. Мінекей заңғардың қойы да билеп, ойнап жүр. Мінекей көрдіңдер ме балалар? Сендердің қойларың сиқырлы қойлар. Ал енді біздер сиқырлы белдемшенің келесі тапсырмасына бикештің қасына жақындаймыз. Келесі бізге қандай тапсырма береді екен? Енді балалар, бізге келесі берілген тапсырма әдемі сергіту жасау екен. Бұл жерде менің қолымда әртүрлі суреттер бейнеленген. Қазір біздер осы суреттегі бейнелерді бірге қайталаймыз. Бұл не балалар? Домбыра! Домбыраны қалай тартамыз? Дұрыс, домбыраны осылай шертеміз. Жарайсыңдар. Келесі сурет бізде бесікті қалай тербетеміз? Бесікті былай тербетеміз. Барлығымыз бірге. Келесі сурет бізде мұнда балалар не істеп жатыр? Бұл қандай ойын? Арқан тарту ойыны. Қанекей көрсетейікші, арқан тартысы ойыны қалай жасалады? Иә, бір-бірімізді тартамыз. Дұрыс, жарайсыңдар. Енді келесі бұл не? Торсық. Қанекей барлығымыз бірге торсықтың бейнесін жасайықшы. Жарайсыңдар. Мінекей торсықтың бейнесі осылай жасалады екен. Жарайсыңдар балалар. Ал қанекей, енді сұлу бикешіміздің бізге арналған келесі тапсырмасын қарайық. Келесі бізге берілген тапсырма бұл көлеңкесін табу ойыны. Қанекей, ұлдар қыздар екі топқа бөлінеміз. Бұнда бізге әртүрлі сандар берілген. Осы сандардың үстіндегі бейнелерді құрастырамыз. Сиқырлы белдемшенің келесі бізге берген тапсырмасы қыздарға арналған қазан асық ойыны және ұлдарға арналған көкпар ойыны екен. Қанекей ұлдар бір бөлек, қыздар бір бөлек тұрамыз. Енді қыздар, сендерге мен қазан асық ойынның ережесімен түсіндіріп өтейін. Мен қазір белгіленген ортаға асықтарды шашамын. Сендер қарсы бағыттағы қазандыққа осы асықты мына бір кесенің көмегімен салуларың керек. Қанекей, Кәусар, Ару, бастай қойыңдар. Ал біздің ұлдарға берілген ойынымыз бұл көкпар ойыны. Мына жерде бізге әр балаға әртүрлі номердегі аттар белгіленген. Енді ойын өрбелесі осы аттарды жіппен осылай орап тарту арқылы мәре сызығына кімнің аты бірінші келсе, сол жеңіске жетеді. Қанекей, ендеше балалар дайындаламыз, бастаймыз. Бізде
3 sandı Ramazanның аты мәре сызығына бірінші келді. Жарайсың, Рамазан. Екінші келген бізде Рахымжанның 5-ші санды аты. Қайнеке бала, сендерді кезетеміз? Мінекей 3-ші келген 1-ші санды өре келді. Қайнеке кезетеміз заңғар, әлемдір. Қане, тез. Кімнің аты 4-ші болып келеді екен? Сақамыз. Ал мінекей 4-ші болып 3-ші санды Әлинұр жетті мәреге. Ал келесі бізде 5-ші болып 2-ші санды Заңғар келе жатыр. Қайнеке заңғар тез етеміз? Жарайсың, Заңғар. Ал балалар, сендерге бәйге ойыны ұнады ма? Ал балалар, мінекей сұлу бикештің барлық тапсырмаларын орындадық, солай ма? Бұл тапсырмалар сендерге ұнады ма, балалар? Ал ендеше біз өзіміздің балабақшамызға қайтуымыз керек. Ол үшін біз сұлу бикешпен қоштасуымыз керек. Сендер өте ақылды және алғыр балалар екенсіңдер. Сендер барлық тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Сау болыңдар, балалар. Сау болыңдар, сұлу бикеш. Біз тағы да ауылға келеміз бе? Сау болыңыз, сұлу бикеш.